Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы баскетбол ойында шабуылдау техникасын оқыту әдістемесі, допты беру, лақтыру, қағып алу және соғып жүру. Сабақтың мақсаты: бірінші, оқушыларға баскетбол ойынының әдіс-тәсілдерін үйрету; екінші, ептілік, жылдамдық, шыдамдылық қабілетін дамыту; үшінші, адамгершілік, ақыл-ой, эстетикалық және еңбек тәрбиесіне баулу. Сабағымызды бастамас бұрын жалпы дамыту жаттығуларын жасап алайық. Дене жаттығулары сенің ағзаңды жақсы дамытады, денсаулығыңның нығаюына көмектеседі, бұлшықеттер мен сүйектерді нығайтады. Басты алға артқа, оңға солға иеміз. Одан кейін басты бір жаққа және басқа жаққа айнала қимылдатамыз. Иықты бөбешікке дейін тартылатындай жоғары көтереміз. Қолдарды жан-жақтан, алақандарды ішке қаратып жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен артқа қарай жылжытамыз. Жақсылап бүгілеміз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, денемен оң жаққа қарай, одан кейін сол аяқ жаққа ұмтылып, денемен сол жаққа қарай бұрыламыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, тізерлей отырамыз. Сол аяқ жаққа да солай жасаймыз. Қолдарды жан-жаққа көтереміз. Бір мезгілде сол аяқ жаққа алшақ ұмтыламыз. Басқа да жаққа солай қозғаламыз. Тізерлей отырғанда дем шығарамыз, жазылғанымызда дем аламыз. Екі аяқта секіреміз. Тез шапшаңдықпен. Дем алуымыз бір қалыпты. Денені аздап оң жаққа бұрып, оң аяққа еңкейеміз. Кейін жазылып, басқа жаққа да қайталаймыз. Еңкейгенде дем шығарамыз, жазылғанда дем аламыз. Оқушылар, жалпы дамыту жаттығуын жасап болсақ, келесі әдіс-тәсілдерге көшеміз. Келесі тәсіл: екі қолмен кеудеден лақтыру. Келесі тәсіліміз: бір қолмен иықтан беру. Жоғарыдан бір қолмен беру. Бір қолмен төменнен беру. Қағып алу. Келесі тәсіліміз: допты орнында тұрып бір қолмен қағып алу. Келесі тәсіліміз: допты соғып жүру. Келесі: баскетбол ойында допты торға лақтыру әдіс-тәсілдері.
Допты екі қолмен кеудеден торға лақтыру. Келесі тәсіл. Допты соғып келе жатып, бір қолмен жоғардан торға лақтыру. Келесі тәсіл. Допты бір қолмен жоғардан секіріп лақтыру. Келесі тәсіліміз. Допты бір қолмен бастан асыра торға лақтыру. Келесі тәсіліміз. Баскетбол ойында қорғаныс техникасы. Допты жоғардан қағып түсіру. Келесі тәсіліміз. Допты жүргізу кезінде қағып түсіру. Келесі тәсіліміз. Берілімдерді жеткізбей алып қою. Оқушылар, осымен онлайн сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.